Бүгін ауданымызда тұңғыш рет дзюдо күресінен ауқымды үлкен шара өтіп жатыр. Бұл шара солтүстік Каспийдегі операциялардың басталғанына 30 жыл мерейтойы аясында өтіп жатыр. Осы шараға демеуші болып, осы ауданымыздың біраз нысандар салыну жоспарлануда. Соның барлығы жүзеге асып, халық игілігіне пайдалануға беріледі деген сенімдеміз. Еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына үлесін қосып жүре берсін. Солтүстік Каспийдегі теңіз операцияларының басталуына 30 жыл толу мерейтойы аясында Қашаған дзюдо кап облыстық турнирі өтіп жатыр. Бүгінгі турнирдің әкімдікпен қолдауымен өтіп жатыр. Облысымыздың 7 ауданынан келген спортшылар халыққа жақсы тартысты ойын сыйлауда. Мақат ауданы гүлденіп дами берсін. Бүгінгі жарысымыз өте жақсы өтті. Финалдық басеке өте тамаша өтті. Мақат ауданы мен Атырау қаласы есеп 3-2 есебімен Мақат ауданы жетістікке жетті. Бұнда спортшылар болған Қазақстан жеңімпаздары, Қазақстанның жүлдегерлері күресті. Көп рахмет. Жарысымыз таза, әділ өтті. Жарысты өткізіп жатқан Инсенсей компаниясы және Мақат аудан әкімшілігіне көп рахмет айтамыз. Осы биылғы бірінші жарысымыз болып атқан. Осы жарысымыз жыл сайын дамуына тілектеспін. Бүгінгі жарыс өте тамаша өтті, үлкен деңгейде өтті. Аудан басшылығына және Инсенсей компаниясына үлкен рахмет. Осындай ауданымызда, Мақат ауданында осындай үлкен деңгейде Атырау облысы аралығында үлкен жарыс өткізгеніне көп рахмет. Жарыс өте жоғары деңгейде, жақсы дәрежеде өтті. Қарсыластар жақсы, мықты, әрбір өздерінің аудандарының намысын қорғауға келген жігіттер, бәрі ешкім ұтыламды келген жоқ. Ауданымыз енді өсе берсін, өне берсін. Ауданымыздан тек үлкен, тұғырлы, биіктен көрінетін азаматтар мен азаматшалар шыға берсін. Ауданымыз көркейіп өсе берсін, дами берсін. Мақат!